Мынау Сегізбай ата ұрпақтарының бүгінгі жиналып отырған себебі бар. Осы жерде бүгін енді 17-ші жылдың 6-шы мамыры күн. Осында жиналып отырған мына ағайын, сіздер біріңіз Ақтаудан, біріңіз Шетпеден немесе Маңғыстаудың басқа түкпірінен бар. Мына жерде Атырау облысынан, мынау Құлсардан, Тассордан, Мақаттан, Сағыздан келіп жатқандарыңыз бар. Енді себеп белгілі ғой ағайын. Мына жерде елдің аузындағы, біздің барлығымыздың ата-бабамыздың аузындағы айтылып жүрген үлкен мына сауатты ағаларымыздың шежіреде жазып қалдырған мәліметі бойынша біздің Сегізбай атамыз, осы отырғандардың бабамыз осы Бақашәулиеде жерленген екен дейді. Енді бұл жөнінде ешкімнің дауы жоқ. Басқа біреу басқа жерде жерленген дейтін әңгіме айтпайды. Міне осыған байланысты атаның басына келіп отырған жағдай ғой ағайын. Жалпы Сегізбай ата жөнінде айтқанда бұл өзі ар жағы мына Адай Бәйімбеттен тарайды. Жандайдың 5 баласының біреуі Сегізбай. Бүкіл Адай арасында, ағайындар арасында айтылатын әңгіме бойынша Сегізбай асқан бай болған екен. Сонымен қатар еліне қамқор, мырза, жомарт және көреген көріпкел, айтқан сөзі дуалы, бір айтқан сөзі сол елдің арасындағы дауды, басқа келіспеушілік жағдайды тоқтатып отырған екен деп айтады. Енді Сегізбай ата тек қана Адай арасында емес, бұл өзі мынау ең алғашқы өмірде дүниеге келген жер, қарттардан естіген әңгіме бойынша мына Сырдарияның оңтүстік бетінде, Жамбыл облысының жерінде, анау Мұңал ошақтың маңында дүниеге келген екен деп айтады. Енді бұл кісінің өзі өмірінде 6 рет антқа тұрыпты дейді. Бұл енді антқа тұру дегеннің өзі қарсы жақ, егер екі жақтың арасында белгілі бір дау болатын болса, егер сіздердің істеріңіз дұрыс болмаса, ондай жағдайда мына антқа тіккен адам ол жаңағы қарғыс атсын, немесе ол дүниеден осын, Құдайдың, Алланың қарғыс атсын деп барып тігеді екен. Оған елдің арасындағы ең қадірлі ел дегенде оның жүрегі ауыратын, ал елдің арасында оның орны бір ерекше бөлек қадір мен қасиеті мол адамдар антқа тігілетін болса керек. Жалпы алғанда мынау Орта Азия жерінде бірнеше хандықтар, бірнеше әмірліктер өмір сүрген. Міне осындай кезеңде мынау кіші жүздің бірқатар ұруларының, оның ішінде мына Адайлардың да алғашқы жайлаған жері сол тона терістіктен келіп Қаратаудың бойын жайласа керек. Осы жердегі дау-дамайда өзге халықтармен мына өзінің аталастары Адайлардың арасындағы, немесе өзге халықтармен, көрші елдермен қиуалықтар бар, тағы басқалар бар. Міне осымен кіші жүздің арасындағы дауларды антқа тігілсе керек. Жалпы енді Сегізбай атаның қадірі мен қасиет жөнінде түрлі әңгімелер бар елдің арасында. Бірде дейді, Сегізбай ата жайлауына көшіп келе жатқанда мал артта, ұсақ мал артта қалып қойған. Енді келіп түс қайта жетіп бір жерге киіз үйін тігіп, қасында енді жалғыз үй емес, бірнеше үй болып, жаңағы киіз үйлер тігіп бастап жатқан уақытта Дулаттың бір жиыннан келе жатқан билері тап болып дейді ауылға. Сосын енді киіз үй тігіп жатқан, шаруаға араласып жатқан адамдардың ортасына бірден кірмейді. Ол кездегі дәстүр бойынша сәл кейінде отырып хабарлас дейді. Сосын келе жатқан қонақ екенін, алыс жолдан келе жатқанын айтқаннан кейін қонақ болыңыздар деп Сегізбай ақсақал содан қонақ етсе керек. Бірақ мал жоқ,
сол мезгілде көшті артып келе жатқан жаңағы түйенің ең семізін сойып, ол жерде бір санын асып, Сегізбай ата жаңағы Дулаттың билері мен екі жақсыларын қонақ етіпті дейді. Содан қатты риза болған билер елдеріне барғаннан кейін жаңағы Сегізбай атаға үйірлеп жылқы айдаса керек. Міне елдің арасында танымалдығы бұл тек қана жаңағы адайдың арасында емес, өзгелердің арасындағы танымалдығы адай жаңағы Сегізбай атамыздың осындай деңгейде болса керек. Міне содан ұзақ уақыт бойына бала тұрмапты дейді дүниеге келгендер. Енді оны үлкен кісілердің аузынан талайлары білетін болу керек. Кезінде соны құлаққа түйіп алмаппыз, көкірекке түйіп алмаппыз. Әулиелердің басына барып түнеп жүріп, жаңағы перзент сұрапты дейді. Сонда бұл кезде 60-тың жобасына келіп қалған адам болса керек. Жаңағы ақсақалдардың айтуы бойынша қазір енді осы жерде 7-ші, 8-ші, 9-ші ұрпақ кейбір өскен жерде отыр. Есептеп қараған уақытта Сегізбай ата сонда енді шамасы 1690-шы жылдардың жобасы, оның енді арғы бергі 5-10 жыл деп есептеуге болатын жасқа әкеліңкірейді. Сонда енді үлкейген шағында келсе керек. Бұл жерде жаңағы қысты жаңа айттым ғой. Қыстың мезгілінде, жаңағы жаздың мезгілінде өзен тасып жатыр. Сондықтан жаңағы Сырдария өзенінен өту үшін қысты күтсе керек. Әбден өзеннің қатқан уақытында келіп мұздың үстімен өтуді есептеген. Сол кезде жаңағы келе жатқан жылқы енді ата-баба мүмкін, ұрпақ мүмкін ата-бабасын кейде асыра айтатын да болар. Қалай болғанда 17 мың жылқымен сол сырға айдап келіп өткен екен дейді. Сол сырдың мұзы көп жылқыны көтере алмай ойылып кетіп, сол жылқысының кем дегенде жартысы мұзға кетіп, суға кетіп, қалған мал көш сол жаңағы суға кеткен малдың үстімен көпір қылып өткен екен дейтінде аңызда айтады. Енді Сегізбай ата сол елге оралып алғаш келген кезде, ол кезде мына жалғыз тек қана адайдың рулары емес, кіші жүздің барлық руы, оның ішінде Алшын атаның жаңағы 12 ата байыл дейміз. Осы ұрпақ, ата ұрпақ бірге жүрген болса керек. Оның жайлаған жерлері, алғашқы келген жерлері осы жерлер. Мынау жем сағыздың бойы, ойыл қиылдың бойы, міне осы жерлер негізі Алшын атаның келген жерлер екен деп айтады, ұрпағының келген жер екен деп. Шындығында солай болу керек. Мынау енді осы жерде жайлауға келіп азғана болғаннан кейін жаңағы әлгі Шотан батыр бастаған алғашқы лек мынау ойға қарай Маңғыстаудың ойына ежелге тонау бір мыңдаған жылдар бойғы ежелгі жайлаған отанына оралар кезде соған Сегізбай ата кешірек барса керек. Соған енді ең бірінші Сегізбай атаға жаңағы барған адайдың билерінің, ақсақалдарының бөлген жері мынау Жармыштың шығыс бетіндегі Күркіреуік ата екен деп айтады. Осы жерде жаңа қыс-қыстауы осында болса керек. Осы жерде енді мынау кейде айтып жатады, жалпы Маңғыстауға келген Қаратоқай беріш, сосын Құлкеш беріш, Маңғыстауға осының ұрпақтары келген. Соған енді Маңғыстаудың ойына өзінің туыстарымен бірге түсетін кез келеді, уақыты келеді. Сол мезгілде
жаңағы ең алғашқы лекпен Қаратоқай Беріш атаның ұрпақтары келген болса, оның енді ат жөнін барлығы да біледі, қайталаудың қажеті жоқ. Енді екінші мына Сегізбай атамен бірге сол жақсы дос, көңілдес, нағашы жиендігі бар Құлкеш Беріштің азаматтары келіпті дейді. Сонымен жаңа Құлкеш Беріштің Маңғыстауға келуін бұл Сегізбай атамен байланыстырып жатады кейде. Енді Сегізбай ата сол тек қана ненің Күркіруктің бойында жайлап қалмай, негізге қыстау осы жерде болса керек те, мына малы көп адам қай уақытта да Маңғыстаудың ойында отыра алмайды. Жалпы алғанда өзі Маңғыстаудың ойы аса көп малды бағуға сусыз өлке. Не осыған байланысты, бұл бір, екіншіден қуаңшылығы көп болатын өлке, осыған байланысты мына бұрынғы келген жаңағы ол жырда да, тарихта да, шежіреде де барлық айтылатын жағдай, мына жем, сағыз, ойыл, қиылдың бойына келіп, жаз жайлауын осында өткізіп, малын семіртіп, көбейтіп, қайтадан қыстауға көшетін ел. Негізі Маңғыстаудың дәулетті адамдары осылай жасап отырған. Енді мал қыстауға күзеуге барған уақытта сыймайды. Осыған байланысты Сегізбай атаға және оның ұрпақтарына тағы да бірнеше жер беріледі. Бұл жер ең бірінші Сегізбай атаға берілетіндер жаңағы оның жақын дос көңілді араласып жүрген мына шоңай ағайындармен бірге Ұланақ. Одан әрі қарай барып жіберіп тұрып, мына Таушық бойы осы Сегізбай атаның ұрпағына берілген. Енді мына Дулапа Сегізбай атаның ұрпағының жері, сосын мынау Шат, міне осы сияқты жерлер Сегізбай атаның ұрпағының ежелгі кезеңде жайлаған жерлері. Ата-бабаның бейіті негізінен алғанда осы жерлерде жерленген. Ал енді мынау ата негізінен Сегізбай ата осы жерде мына Бақашының басында жерленген деп айтады. Бұған жаңа басында да айтып кеттім ғой, бұл жөнінде енді бірде-бір білем деген шежірені білем, елдің тарихын білем деген адамдардың бірде-біреуі басқаша да айтып көрген жоқ. Барлығы көпшілігінің, барлығының айтатын осында жерленген деп айтады. Енді мына Бақашының басында жалғыз ғана Сегізбай ата емес, осы жерде кіші жүздің игі жақсылары да көбі осында жатыр. Жаңа осы бейіттің басын аралап шықтыңыздар, қойылған белгіні көрдіңіздер. Сонымен қатар адай ішінде жалғыз Сегізбай ата емес, Сегізбай атаның замандастары бір қатары осында жатыр. Жаңа көріп шықтыңыздар, оның ішінде белгілісі болады, белгісіз болады. Жалпы алғанда мынау ата-бабаның негізгі жайлауының бірі, жайлаған жерінің орталықтарының бірі, міне інілерім осы жер деп айтады. Жаңағы енді сол замандастары немесе оның ішінде ілгері кейінгісі болар. Жалпы алғанда бір дәуірдің адамдары ғой. Міне жерде енді Жаңай ата осында жерленгендігі жөнінде бұл нақты атадан балаға қалған деректер бар. Мынау Назар атаның осында жерленген жөнінде деректер бар. Мынау Әлімнен Әжібай, Арал аталардың осында жерленген жөнінде деректер бар. Міне бұл сияқты деректер өте көп. Жаңағы біреулердің белгісі табылмай жатыр, біреудің белгісі табылғаны бар, бірақ әркімнің атадан балаға алып келген жаңағы шежіресі бар ғой. Сол шежіре бойынша міне осы адай ұрпағының арғы ата-бабаларының осы мына Жемсағыздың бойына келгендегі атақтыларының жатқан жерінің біреуі осы Бақаш деп айтады. Ал енді екіншісі мынау Маңғыстаудың жеріне түскеннен кейінгі екіншісі үлкен пантеон, бұл Сейсем ата ғой. Мына Өрмелден бері қарай шыққанда қазір Сайөтестің батыс бетінде орналасқан. Ореке, осы әулие неліктен Бақаш деп аталған екен? Бұл енді
халықтың аузында әртүрлі әңгіме бар, бірақ ең сенімдісі былай деп айтады. Мынау жоңғарлар ғой, енді осы қазақ оны қалмақ деп айтады. Көп жағдайда қалмақтардың көбі бір бөлігі қазақ даласы арқылы батысқа қарай өтіп, сосын енді бұл жерде де мынау ноғайлар бар, башқұрттар бар. Осылардың қарсылығына тап болғаннан кейін енді қайтадан кейін қарай көшетін болады. Осы арқа арқылы жемнің бойымен көшетін болған кезде Әбілқайыр хан әскер жинап келіп, осы жердегі көшіп бара жатқан 30 мыңнан астам қалмақты қазақтың кегіне алады. Енді бұл шайқас, осы маңда болған шайқаста екі жақтың әскері мынау жемнің бойынан жайылған жаңағы үлкен жайылма судың екі жағында кездессе керек. Қазақтың әскері жел жағында қалады да, жаңағы қалмақтың көшкен халқы мен әскері бұл ық жағында болады сол күні. Содан енді жаңағы қалмақ әскерінің жайын, күйін, күшін, қуатын білу үшін тіл алып келу керек болады. Сол кезде жаңағы қай ауылда да ит бар, енді маңына жоласа жаңағы ит дыбысын сезеді де, ол енді жаудың келіп қалғанын біледі. Осыдан кейін су арқылы барайын десе, суды жарықтық тайыз суда бақа көп болады. Бақа және тек сәл дыбыс, я бір суға шолпылдап тас түсетін болса да, бүкіл бақа тек бақылдап қоя береді. Міне осыдан кейін енді қайтеміз деп отырғанда, осы маңда өскен бір жас жігіт, ал енді бұның амалын мен табам деп, соған Әбілқайыр ханға кел жіберіп, өзінің ұсынысын айтты дейді. Мынау кешке әскерге мал сойылады, міне осының аш жегін түгел тазалап, маған жеткізсін. Сосын қасында кілең жас жігіттер болсын, мен амалын табам деп айтты. Содан айтқан жасалады, жаңағы пәленбай ондаған қойдың аш жегі келеді, соған үрлеп жіберіп тұр, жаңағы бір жағын байлап, үрлеп жіберіп, жаңағы кесіп екінші жағында байлап, соған желкемдеу болса керек, жаңағы судың жел жағынан ағыза береді. Кілең судың беті қаптаған жылан сияқты, жаңағы бірде-бір бақаның үні шықпайды. Содан жаңағы судың ішімен батыл жігіттер бар, барлау бар жіберіп, жаңағы жаудан қол алып, тіл алып, содан күшін, қуатын, жаңағылардың ойын, мақсатын біліп, соған ертеңіне таң алдында жасалған шабуылда, соған бір Әбілқайырдың әскері жеңіске жеткен екен дейді. Енді шайқастан кейін аз шығынмен жеңіске жеткесін қатты риза болған Әбілқайыр хан манағы жас жігітті табыңдар дейді. Атын білмейді. Сосын іздеп қараса, жаңағы жігіт қаза тапқандардың ішінде жатыр екен дейді. Содан тапқызып алып, құрмет көрсетіп, осы жерде жаңа шайқас болған жердің қасында әулиеге көрсететін құрметті көрсетіп барып жерлеген екен дейді. Содан атын білмегеннен кейін жаңағы жігітті сол жерленген жерді Бақаша әулие деп атап кетті. Бәрекелді. Ореке, рахмет сізге, жақсы мағлұмат беріп жатсыз. Болашақ ұрпаққа өзімізге қалатын жақсы мәлімет қой. Көптеген азаматтар алғашқы рет естіп отырмыз. Алғашқы рет келіп отқан ата ұрпақтары бар. Енді келесі сөз кезегі мына арамызда өзіміздің киелі Маңғыстау, Атырау емес, мына Маңғыстау Қазақстанға белгілі өзіміздің жеткізген ағамызға өзіміздің осы Сегізбай ата туралы бір мағлұматтар беріп жіберсеңіз деген ұсыныс бар. Атамыз туралы мен мына Орекеңнен артық ештеңе айта алмаймын. Атамыздың барлық несін айтып берді. Атамыз Сегізбайдың орны біліп, өзінің қатарынан асқан жерек болды, сол атамыз әулиеде адайға сасқан жерде болған керек дейді. Әрине, осының үлкен адай еліне, қалғына деген несін Орекең айтып кетті. Жаңа Орекеңнің өзі айтқандай, біздер үлкен кісілердің көбі білетін, оларға уақытында мәнді бермедік, тыңдамай қалдық. Бір негізде мына Көтібардың есеті
Сегізбайдың жиені. Сегізбайдың Айсара деген қызынан туған жиен екен. Көті бар бөтен кісім бе, апамдан алған күйеуім ересет бөтен кісім бе, апамдан туған жиенім дейтін Қалнияздың жыры бар. Мына Маңсу алмас есет деген құдық бар, өзі мол құдық дейді. Күндердің күнінде есет батыр адам, ел қорғаған жаудан. Сондай кезгілде бір әскеріне ат керек болып, Сегізбайдан ат сұратты дейді. Әжеге ат бер, 80 ат беген, 180 ат ба сондай. Бір кездерде қайрарымды. Ай бекер болды, қайрарымды бекер айтты деп. Содан не керек, қайра алмайды. Енді борыш болатын болды оны Әжеге. Саған осы 5-6 үйір айырың жететін су берейін. Аризамысың деп. Аризамын. Сол Маңсу алмас есетті беріпті дейді. Қарасы бір айырдың үйіріне жетпей қалды. Мынау бір айыр. Ол бала еді ғой деп. Қайқайлап тұрып, әруақты сөйтсе арзанына өне береді дейді. Қайқайлағанды. Маңсу алмас есет дейтін. Сегізбай адамымыздың құдық екен дейді. Деген аңыздар бар. Әрине енді. Бұл менің мысалы 7-ші атам. Өскен оғылдарға 9 болды, 8 болды. Сол күшік қосып бармақ дейтін балдар жаңағы бәрін новайлап Орекең айтып кетті. Сол Орекеңнің ардақ істеген білмейміз. Кеше мына өздерің ұйымдастырып жүрген азаматтар Сегізбай басына атамыздың басына барайық. Келешекте белгі қоямыз ба деген өздерінің ұйғарымы бар азаматтардың деген мақсатта келіп бір мал садақамыз жасап сөйтіп отырған азаматтардың ісі бәрің оң болсын дегім келеді. Бұны менің осы бір 2 дастаным бар. Ант деген бір күн жолдасқа құрыққан сәлем деген. Оны өзіміздің жеріміздегі балдар білмей ме, жетпей жатыр ма қайдан білейін. Мына сыр бойының жыршы інілерім, сосын тұрау ненің Қарақалпақстанның жыршы інілерім орындап жүр. Қазақ радиосында да орындады. Осы жағында Қазақ радиосынан берді, Қоныс деген жігіт. Сол осы дастандарды орындап, үлкен абыройлы болып жатырмын жәке деп. Мынау енді өзімнің шығарған сөзім енді. Бәрекелді. Ал жиналған көп жамағаты назар салың ай жыр болса керектерің аялып қалың ортаңда бір ауыз сөз сөйлейін жиналған аға жеңге барлықтарың жыр деген насихат бұлдыңдай білсең асыл сөз көңіл қонар жырлай білсең кешегі абыл нұрым қарт қашаған сөздерін әсем сөзбен сырлай білсең ай домбырауын алдымда қолға алғанмын түрленді 12 алуан ән салғанмын қарағым өнерлі бол жаса деген ақ тілеу үлкендерден бата алғанмын алдымда ағаларым өнер қуған жақсылық ізбасармен күресер жан артынан осылардың біз келеміз халыққа шашу шашып өлеңдерден жасымнан болды ма сән мен күйге алғада ерік бердік ау қызыл тілге ортаңда бір ауыз сөз сөйлейін ай болса керек кемшілігім ай сөге көрмең Алтайыр алған байылынан атамадай адайдан дүреген біз бермен қарай Құдайға келім берді туған дейді Қарарып тармақталып өскен солай баласы келім берді мол добыш Балықшы бұзау ақман құнан орыс атамнан Құдай келін тәзіге қосай осылай аталып бұзау 8 арыз Мұғалдан түрді өген білсек сұрап осылай айтқан қарттар шежір құрап Бәйімбет әлименен жаулы шоғы елекен маңдайына жанған жырақ Ай адайда 4 мұғалым ту көтерген
ардақты ағай, мына бүгінгі 2017 жылғы мамыр айының 6 жұлдызында манағы келіп жатқан Маңғыстаудан айтып отырмыз. Асекең мен Орекең бастап, Жетекең ағамыз бастап мына жерде келіп бір Құлсардан өзіміздің көз көрген ағаларымыз Зекең мен Қапекең бастап күтіп алып, одан жұмысын бәрін тастап Исақаң келіп жатыр. Исақа көп рахмет, алғысымыз шексіз. Енді бүгінгі мана енді отырысымыздың бастамасын Орекең жақсы әңгімелер айтты, мағлұмат берді. Өзіміздің Сегізбай ата туралы жеткізген ағамызды әдемі өзінің қара домбырасын шертіп жақсы бір болашақтағы ұрпаққа деген жақсы мағлұмат қалдырып жатыр. Алғысымыз шексіз. Енді мына дастархан басында жаңа танысып жатырмыз. Бұрын соңды көрмеген ағайындар бар екен. Жақынырақ бөлісіп жатырмыз. Оның бәрі мінекей аталының арқасында деп есептейміз. Осы бүгін мана еске алып жатырмыз ғой. 13-ші жылы, 12-ші жылы осы Сегізбай ата қоры құрылғаннан бері осы 17 мамыр 13-ші жылы алғашқы рет келген екенбіз. Бүгінгі мінекей екінші сапарымыз екен. Сегізбай ата осы Бақаша әулиеге Сегізбай ата атамыздың басына келіп жатқанымыз енді. Енді жақсы сөз жарымыз істейді. Әдемі тілектер айтылып жатыр. Асекең бастады. Ореке бір өзіңізде бір жақсы тілегіңізді айтып, тілектен жалғастырып кетсеңіз деген ұсыныс бар. Рахмет. Ал енді ағайынына бас қосу дейтін өте дұрыс әңгіме. Жақсының жақсылығын айтты. Мына жерде үлкендердің арасында сірә ой әңгіме болып жатады. Мына жастардың ішінде Ізғали мен Нұрболат екеуі осыдан біраз жылдар бұрын, тіпті көп жылдар бұрын әңгіме қозғады. Осы тумаластар болып бір жиналайық дейтін әңгімені осы екі азамат қайта-қайта қозғады. Содан жаңағы енді жұмыста жүрген адамдар, ол кезде жасы үлкен, жаңа Тәкең де жұмыста. Сосын бұлай шыға алмаған кез болды. Соған ең алғаш рет осы далаға шыққанымыз кіммен? Ер жігіттің бір машинасымен Тәкең бар, иманды болғыр. Ер жігіт жұмыстармен қалып қойды, ол мүмкіндігі болмады. Содан Айғыр атаның басын іздедік, білмейді екен. Соған көп адамнан сұрадық, адастық, талай белден шықтық, бел тағы бір қырдан түстік. Ақырында тауып, соған басына бар, ең бірінші іздегеніміз. Солай басталған әңгіме. Содан кейін барып, азаматтар, осы ата бабамызды ұмытып кетуге айналды ғой. Сәбит ағамыз болмаса, кімнің қайда екенін білетін емеспіз. Тумаластық дейтін, тумаласты іздеу деген, онымен бас қосу деген, ол біреуге қарсы шығу емес. Біреуді төменсіту, кемсіту емес. Ол тумаластардың ет жақын қандас адамдардың бір-біріне деген қамқорлығы, бір-біріне деген жылы пейілі ғой. Осы мақсатты іздегенбіз. Енді содан әрі қарай осы жаңағы қор құрылды ағайын. Оның бәрі өте жақсылық. Түптердің түбіне келгенде ата бабаның өткен жолын зерттеу, оны келесі ұрпаққа жеткізу, өзіміздің ойымыздағы, бойымыздағы бар жақсы қасиетті келесі ұрпаққа жеткізу мақсаты осы ғой. Бір кезде міне Күшік атаның басын сол жерде тікелей барып, содан кейін сол құдасымен осы жақта тұратын Әділбектің құдалары бар, сол құдаларының айтуымен келіп тауып, содан кейін көрген адамдарды іздеп тауып, мына жерге Бақашаға келіп, ана Құлсарының басында белгі тұрғызылу, бұның барлығы осы азаматтардың жаңағы басын қосуының арқасы. Шаттың басында, Шаттағы Айғыр атаның басында үлкен реставрация жасалды. Сол жерде ғана бұзылып отырған, уақыт бұзған бұрынғы бейіттер қайтадан қалпына келтірілді. Басқасын қойғанда аты белгісіз, тіпті сол ізделінбегенде келесі ұрпақтың бірде-біреуіне қалмайтын жағдайда қазіргі мезгілде сол жерде 23 адамның басына табылып оқуы, жаңағы ескі жазулары оқылып, 23 ата бабаның басына белгі қойылды.
Осыдан басқа тағы да басқа жерлерде көптеген жұмыстар жасап жатыр. Енді оның барлығын бір әңгімеде жеткізу қиын. Енді осы жалғаса берге ағайын. Мынау жерде міне үлкендердің бір кезде қозғала алмайтын, көлікке міне алмайтын да кезі болады. Сол мезгілде мына көрген жастар келіп жіберіп қарау керек болады. Қазір енді барлығы қаражатқа тіреледі. Ал осы мезгілде біздің ішімізде бір жақсы бизнесмендер жоқ екен. Бәріміз үкіметке қызмет жасаппыз, мекемеге қызмет жасап, біз бизнеспен айналыспаппыз. Келешек ұрпақтың ішінде осындай да кездесетін шығар. Сондықтан елден асыру емес, ең бастысы рухын еске сақтау үшін, басына келген адам дұға оқып тұру үшін сол ата-бабаны еске сақтаған дұрыс қой енді. Үлкен рахмет, келіп жатсыңдар ағайын алып. Мына Құлсарыдағы Қапекең мен Зекеңде бір тілектерін айтып жіберсін. Зекең айтты, Қапеке өзіңіз бір. Ал енді мына тумалар мына бас қосып атамыздың басына келіп бастарын дейіп, мына дастархан жайып, мал шалып жатырмыз, шалып жатсыздар. Бәрі оң болсын енді. Жақсылықтар Алладан қайтсын. Аталарымыздың жатқан жері жайлы топырағы торқа болып, желеп жебеп жүрсін. Әрқашанда осы тумалар осындай ақ дастарханда кездесуге жассын. Дендерің сау болсын. Жолдарың болсын, қайда жүрсеңдер де. Сау болыңыз. Рахмет. Енді Қапекең сөйлегенде Әдекең неге сөйлемейді дегендей. Әдекең сіңірген еңбек үлкен. Ең бірінші сөйле. Асекеңнен бастадық қой. Самай шалға барып күш атамыз тауып келген деген. Үлкендердің тілегі қабыл болсын дейміз ғой. Бұл енді оның үстіне мен әкемнің апасы Зияханның аманатын орындадым. Ол кісі 99 жылы қайтыс болып, кетерінде алдында да айтып жүретін сен ана күшік атаның басына бақшайшы. Тайшоғанда жатыр ғой деп, барып садақа бердім. Сосын ол кісі дүниеден өтерде мені сұрады, бардың ба дейді. 99 жылы 24 февраль күні. Бардың дедім. Садақа бердім бе дейді, бердім дедім. Белі қойдым ба дейді, қойдым дедім. Өйткені сол мезгілдерде өзім жұмысшы жүрдім. Жағдайым болмай қалды да. Бірақ өтірік айтып жібердім апама да. Сосын бір күннен кейін апам қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін айтқанмын. Бір күн жұмысқа кірсем, содан кейін барам басына, аманатын орындаймын деп. Сосын 2002-ден бастап жұмысқа кірдім, қаражанбасқа. 2004 жыл сосын. 2003-тің күзінде Сағызда мамам қайтыс болды, сол мамама бардым. Мамама барғанда жаңа Қарбау деген жерге құдамыз келді. Сол бір шайдан кейін сыртқа шығып әңгіме айтты. Осы Тайшоғында бір біздің күшік атамыз жатыр еді, білесіз бе? Ой, білем деді. Бірақ ұруын білмеймін деді. Біз соның қасында күнде өтеміз. Шөп соларын орамыз, шөп тасимыз деді. Келсең апарам деді. Ой, барам деді ме деді. Осы үйілдің іші ау деймін, үйілайын іші. Дайындалдым, телефон соғып отырып тасайын. Ал шығам дедім. Келіп күтем деді. Сол институтта бір оқыған жігіт бар еді. Мақатта тұрады, декодерсі. Соған телефон соқты. Ал мен барса машина тауып бересің бе дедім. Сосын шөпір. Білетін соларға. Тауып берем деді, келсем болды. Сол семьямен барып, Мақаттан түсіп, бірге оқыған жігіт тауып алды. Сосын шөпірін естіп білді, осы жігіт біледі деді. Білсе тіпті еңбегінде беріп, оны бензинінде алып берем деді. Соларға сосын тағы да Қарабауға телефон соғып, ал мен шықтым дедім де, кеттім. Түнгі 12-де бардық Қарабауға. Барса барлығын көтіп отыр. Бір малын сойып. Сосын келген шаруамды айттым адамында. Жақсы деді, сосын ертең маған бір қой керек дедім.
палат керек, водовоз керек. Сосын бір молда керек деді. Болады деді, енді құдам біледі. Осы арада бір молда бар деді. Ауыруш деді. Таңертең барып айтып көрейін. Таңертең кетті. Бірақ қуанып қайтып келді. Күшік атаның Маңғыстаудан адам келді деген біледі ғой. Мен де барам деп айтты дейді күшік ата. Ауыру болсам да. Иә, жинап жүрсің. Сол ниет болды. Видео камераға түсіріп, соны түсіріп алдық. Ол дейді басынан. Сосын таңертең бәрі дайын болды. Кетті, кешкі таңғы болсын. Сәл нелеу мезгілде бар еді, сәл. Сосын төбенің басында жатыр екен, атамның басы. Жаңыл өсіп бір лән жаңыл. Барып, түсіріп, әңгімемізді айтып. Sen kimdi sana? Қосымша жаңағы 93 жастам еді, мені көргенде апамыз 84 жаста. Сонда ол кісінің айтқан бір әңгімесі болды. Сол жерде талай бейіт бар, бірақ үстінде жыңғыл өсіп тұрған, бұта өсіп тұрған жалғыз ғана сол. Ешқайсысында бұта өспеген, өспейді деп сөйдеді. Жалғыз ғана сол есінде. Ол жерде басқа да бейіттердің басында бұта бар шығар дегенде жоқ. Біздің құртақандай бала күнімізден бастап жан жағы толған бұта ой тұрған. Бірақ тек қана күшік атамның басында ғана бұта өсіп бір басқа тағы да қайталап айтты. Айналайындар, мен түсіндіріп айтып отырмын ғой. Бірде-бір бейіттің басына бұта өспеген, тек қана соғысы өскен деп айта бер. Айта бер. Соны енді малымыз сойып, әңгімемізді айтып, түнде жатып қалдық қой, таңертең ерте тұрайық деп. Таңертең тұрсақ жаңғы жауып өтті. Сонда айтатындар ғой. Ала жаздай жаңбаған жаңбыр жауып кетті ау. Сонда біздің айналамызға жауып кетті. Orada 13 yaşında barıp toşuyorsunuz. Kim oturan? Жоқ, ол жиын ғой. Жиын ғой. Атырауға Сәбил апамыз ғой, иманды болғыр. 84 жасында ғой, ана 13 жыл барып не алғытымыз. Kızı ben girip geldim ben şaşırmadım. Иә. Bunu konuşup olsun bekliyorum. Иә, дәл өзі. Ал енді мына жерде Исақан ағамыз да тілегін алып жүрсін. Арнайы келіп отыр. Бауырларым келді деп, нағыз бауырмалшылық қой. Үкіметтің жұмысын қойып бұл жерде. Ниетіңізді білдіріп жатсыз. Рахмет, Исақан. Ай, енді рахмет, жұмысымды тастап келгенім дұрыс емес те шығар. Енді ал енді айналайын ағайындар, туыстар, бауырлар, Алла сыйласын баршаңызды да. Мына бастаған істеріңізді Алла сәтін салып, оңымен болсын. Мына Алла тағала баршаңыздың үй іштеріңізге иман, береке, байлық берсін, денсаулық берсін деген. Амин. Адамның баласы біздер бір-бірімізге бәрімізде бауырмыз, туыспыз. Себебі бір адам атадан алейхиссалам тарағанбыз ғой. Сондықтан ол қосфармағыне, оның күшігіне, болмаса оның шеркешіне енді тек қана жақсылықпен көрісуді осылай нәсіп етсін. Аталардың басына, атаның басына барамыз дегенде естіп, мына берік бауырыма рахмет. Айналайын өркенің өссін. Дұрыс. Алла тағала тек қана сен үй ішіңе жақсылық, иман, береке, байлық беріп, ай, үлкен ақсақал шал болып жасай бер жаным. Осы жігіттің арқасы естіп қалып, сіздермен көрісейін деп, білісейін деп келіп отырғаным. Іштеріңізде танитындарым да бар, танымайтындарым да бар. Енді мына жерде Орекеңмен де, Жәкеңмен де танысып, көрісіп, білісіп отырмыз. Рахмет баршаңызға да, Алла сыйласын. Алла сыйласын. Амин. Тек қана артымыздағы осындай мына өскелең ұрпағымыз ата сыйлаған, аға сыйлаған ұрпақ болып өсіп, өніп, өркендей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Алла тағала жалпы баршамыздың үй іштерімізге
тек жақсылық нәсіп етсін дегім келеді. Әмин. Енді мына жерде бәріміздің атымыздан мына жерде келініміз бар, сосын мына жерде әрі жеңгеміз бар. Рахмет, шай құйып қызмет жасапсыздар. Атаның басына келіп. Қызметтерің Алладан қайсын, әр уақытта тойда қызмет жасаңыздар. Бала шағаның қызығын көріңіздер. Енді тілектерім бәрі жақсы. Ауыл жастары қосылады деп есептеймін. Ас қайрардың алдында мына жерде қос жақсы көретін 5-те 8 деген жақсы цифр бар. Қос ағам мына жерде. Әбеке мен Ізекең тілектерін айтады, сосын ас қайырып тұрамыз. Келосыңыз бар. Ал Әбеке. Жасың шыға айтаушы. Жасың шыға. Рахмет. Ал жақсен ағайын тумала. Енді сәт түсіп, атаның басына келіп жатырмыз. Қабыл болсын. Әлде де айтылар, ойлар, ұсыныстар бар. Әр уақытта аманшылықта бас қоса берейік. Атаның ұрпақтары әр уақытта сол осы жылда бола ма, бір түнеме салынса, деп ойлаймын, біз көп жерде түнемеден бастап жатырмыз ғой. Жағында кесене дейтін де бар ғой енді. Соның алды түнеме салған дұрыс ау деп ойлаймын. Кезінде Құнанбай атамыз екі бір ауқымды шақырған екен. Біреу жаппасынан жығын Мырқы дейтін, екіншісі Санназар дейтін, Сайып Қыран дейтін, Сайып Назар дейтін әулие кісі болған екен дейді. Айтып дейді, мен жас болдым, үрлеп іштім, шайқап төптеріме. Мен сізде осы арман жоқ шығар деп Сайназар ақынға айтқан екен дейді. Сонда ой Құнекай деп айтып дейді оған. Арман неге болмасын? Мен бір қолмен алдым, екінші қолмен бердім. Мен өз маңдай термен еңбек етіп халқыма ұсынай алмадым. Халқыма былай жүргенде түнеме жасай алмадым деп айтқан екен дейді ғой. Сол енді қасиетті атамызды былай жүргенде түнемесі бойы түріксе деген бір ой келіп жатыр. Білмеймін қайдан келіп жатқан ой. Отыр едім сол енді сөйлегесін соны айтып жатырмын енді. Алла тілегімізді қабыл етсін. Әлбатта амаста кесе берейік. Ал Әбеке ағамыз жақсы көретін ағамыз. Рахмет. Келіп отқан садақа қабыл болсын. Әмин. Алла амандық сау болсын. Рахмет. Әбекең рахмет айтқым келіп отыр. Кеше жаңа орғанда демалып жатып, барамыз все Нұрбат әңгіме жоқ деді. Ал жақсы енді мына ас қайыруда Асекеңе ұсынайық, сосын дұғаны Құранды Ізекең оқып жіберсін де, дұғасын Орекең оқып жіберсін. Алла алхамның берекетін бере көр, қолданың қуатын бере көр. Екі дүнияның абырайын бере көр. Алла, елімізді аман қыла көр, жерімізді аман қыла көр. Осы жерде айтылып жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Беріп жатқан садақаларымыз қабыл болып, ниеттеріміз, тілектеріміз қабыл болсын. Ата баба әр уақытта қолдасын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما بآباكم فكم غافلون لقد خلق الخلق على سركم مخمخون إن جعلنا في أعناقكم أغلالا فهي إلى الأسقان مخمخون وجعلنا من بين أيديكم سدا ومن خلفكم سدا بخشينكم يبصرون وسواء عليكم أنذرتكم أم لم تنذركم يؤمنون إنما تنذر من التبع الذكر كالشر الرحمن بالغيب فبشر أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونطبخ ما سلكنا كل شيء أحسنك في إمام مبين سبحان ربك عزتك ما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Алла Тағала осы дұғаларды өзіңізге құлшылық етуге бағыштадық және өзіңізден шапағат пен мейірім күтеміз. Сонымен қатар өзіңіз жаратқан барлық ізгі ниеттілердің рухына, барлық мұсылман қауымының рухына, барлық пайғамбарлар мен Мұхаммед пайғамбарымыздың және оның барлық ізбасарларының рухына бағыштадық. Сонымен қатар осы дұғаларды барлық әулиелердің рухына,
Түркістандағы Қожа Ахмет әулие, Маңғыстаудағы 362 әулие, Оғландағы Пірбекет ата, осы жердегі Бақаш ата, сіздердің рухтарыңызға бағыштадық. Сонымен қатар осы дұғаларды осы отырған барлығымыздан дәметкен өлер уақыттардың рухына, ата-бабалардың рухына бағыштадық. Сонымен қатар осы дұғаларды осы қауым басында жатқан барлық мұсылман қауымның рухына бағыштадық және Сегізбай атамыздың рухына бағыштадық. Олардың барлығына да Алла тағаланың шапағаты түсіп, пайғамбарлар мен әулиелердің мейірімі түсіп, жатқан жерлері жайыл, топырақтары торқа, имандары жолдас болғай, жандары жаннатта болғай деп тілейміз. Артында қалған ұрпақтары мен осында өздеріңізге дұға бағыштап отырған барлық адамдардың желеп, жебеп жата көріңіздер. Ардақты ағайын, ассаламағалейкум. Бүгін мінекей Атырау облысының Тайсайған елді мекенінде бір топ ағайындар Сегізбай ата ұрпағы Тайсайған елді мекенінде мінекей күшік атамыздың басына дұға тілеп келіп отырмыз, дұға бағыштап. Күні кеше, яғни 6 мамыр күні Маңғыстаудан ел ағалары өзіміздің Асекең, Орекең, Жетекең сияқты ағаларымыз бастап, Әтекең отыр мен жерде. Бір топ Сегізбай ата ұрпақтары Сегізбай атамыз бен күшік атамыздың басына дұға бағыштап шыққан реттеріміз бар еді. Өздеріңізге белгілі, күні кеше Кеңжұлайдағы Бағаша әулиесінде орналасқан Сегізбай атаның басына барып дұға тіледік, дұға бағыштадық. Өлжі метре ваймайды дегендей, ұлы бабаларымыздың басына бару әр мұсылман, әр қазақтың өзінің парызы, міндеті деп есептейміз. Бүгін мінекей сол Сегізбай атамыздың үлкен ұлы Ержігіт азаматтың, Ержігіт есімді Ержігіт азан шақырып қойған аты екен. Сол мына күшік атамыздың басына келіп, бұл жерде жергілікті азаматтар мен төрде отырған Сүндет ағамыз отыр осы жерде, жергілікті азамат. Оның ұлы Алпысбай есімді азаматымыз отыр бұл жерде. Осы 15-ші жылы осы күшік атамызды бейлі қойғанда танысқан Бердімұрат есімді жиеніміз отыр бүгінгі міне. Және де өзіміздің осы Сегізбай ата ұрпақтары қатысып отқан реттеріміз бар. Олай болса мына сөз ағадан деп бастап мына бүгінгі келіп жатқан отан қорғау Қазақстанымыздың мерекесі құтты болсын, еліміз тыныш болсын, ел ағалары, азаматтар аман болсын, мерекелеріңіз құтты болсын ағалар. Міне бүгін мінекей егеменді Қазақстанымыздың әдемі бір ертеңгі жеңіс күнінің қарсаңында бүгінгі міне азаматтардың мерекесіне аталарымыз басына келіп жатқан реттеріміз бар. Мына енді жақсы сөз жарым ырыс дегенде мінекей атамыз туралы, күшік атамыз туралы өзіміздің Маңғыстауымызға белгілі, өзіміздің ел ағамыз, Орынбасар ағамыз, өзіңіз кішкене бір мағлұмат берсеңіз күшік атамыз туралы деген ойымыз бар. Енді бізге жеткен шежіренің мәліметі бойынша және осы ел ішінде өмір сүрген ақсақалдардың ата ұрпақтың мәліметі бойынша Сегізбай ата еліне сыйлы қадірлі, тіпті адай, оның ішінде жаңағы кіші жүздің ел үшін басқа дауласқан қантөгіске апарып тіресетін жерлерде ант беріп, антқа тұрып, елін қорғаған азамат ретінде бар мәліметтер. Енді кеше
ғана айтып кеткен, мынау енді Сегізбай атаның баласы тұрмаған, есейген жасқа дейін, жасылғағынға дейін бала болмаған, осыдан кейін барып әулиелердің басына түнеп жүріп тілеп алған 2 баласы бар екенін айттық. Енді оның жаңағы әулиенің басында аян берген уақытта 2 ұлды боласың. Біріншісін араммен ауыздандырасың, екіншісі нысаналы болып туар депті дейді. Осыдан соң алғашқы ұл дүниеге келгенде ауылдағы әжелер мен аналар жаңағы есіктің алдында жатқан иттің астынан бауырынан өткізіп ауыздандыру ырымын жасаған, атын Ержігіт деп қойған болса керек, азан шақырып. Ал енді екінші ұлы бұл бармағының үстінде тағы да бір жаңағы бармақ туып нысаналы болғанда, осы белгілі болып туғанда, осыны қос бармақ деп атаса керек. Жаңағы Ержігіт атамызды үлкендер еркелетіп, күшіктеп, жеңгелер еркелетіп, күшіктеп, қатар құрбысы әзілдеп, күшіктеп кеткенде азан шақырып қойған аты Ержігіттен гөрі сол күшік аты мен келесі ұрпағының аузында қалған екен. Енді осы 2 ұлдан 13 немере пайда болған. Осы қазіргі мезгілде өмір сүрген, артынан келіп іздеп жүрген тумаластар бұл сол Сегізбай атаның 13 немересінен тараған ұрпақ. Қазіргі мезгілде енді көптеген мәліметтерді жинақтап, басына белгі қою, анықтау немесе тіпті жаңағы бейітін қайтадан жоқ болып бара жатқан адамдардың бейіттерін қайтадан жаңғырту мәселесімен осы біраз уақыттан бері қарай айналысып жүр. Енді қазіргі мезгілде бұны іздеп табу дейтіннің өзі біраз шаруа. Соны Маңғыстаудан, Ақтаудан осы жер 1000 шақырымдай жер. Міне ең алғашқы рет осы жерден барып, мына Күшік атаның жатқан жері жөнінде мәліметтер жинаған, келген, іздеген мына осы Әділбек ініміз. Енді осы жердегі барлық адамдармен, білетін үлкен кісілермен жолығып, олардың барлығын жаңағы видеосюжетке түсіріп, олардың айтқан мәліметтерін түгел жазып алудың өзі біраз уақыттар алды. Себебі бұл өзі атаға белгі қойған, атаның басына белгі қойған кезде ол ешқашан дау туғызбайтын мәселе болу керек. Сондықтан қазіргі мезгілде атаның басына 2015 жылы келіп, ұрпақтары келіп, мынау алғашқы белгісін қойып, жан жағын қоршап кетті. Енді айта берсең әңгіме көп, бірақ ең бастысы атаның, мына Күшік атаның немесе Ержігіт атаның батылдығы, оның өзі бойы жаңағы аса үлкен адам болмаса керек. Осыған қарамастан тіпті кейде барымташыларға жалғыз шапқан кездері жөнінде айтып жатады. Мынау бірде-бір Сегізбайдың өзі асқан жылқылы бай болса керек. Тіпті анау Сырдарияның бойынан өтер кезде жаңағы 17.000 жылқы айдалып өткен, соның мұз ойылып кетіп жартысынан көбі су астына кеткенде, қалғандары соны көпір қылып айдап өткен екен дейді. Енді сол дәулетпен осы маңға келіп, мынау жаз жайлауы алғашқы өмір сүрген, осы жерде алғашқы келген адайлардың ата-бабалары бірден Маңғыстауға бармаған, осы жердегі мынау кіші жүз алшын ұлдарымен тікелей араласып, ағайын туыс болып осы жерде өмір сүрген. Олардың барлығы негізінен алшындар Қаратаудың баурайында болып, содан кейін бар жіберіп, осы батысқа қарай жылжыған болса керек. Міне бірге
туыс ағайын жақын жекжат болып бір өмір сүрген адамдар. Міне осы төбенің басындағы жан жағын қарасаңыздар да осы жерде кіші жүздің түрлі руының бейіттері жатыр. Енді жаңағы Күшік Атаның екінші бір қасиеті бұл емшілік қасиет болса керек. Ол жөнінде енді қазір айтатындар айтар, мынау ертеректе өмір сүрген жаңағы бір апамыз айтып отыратын еді, осы маңда біз өмір сүрдік. Ал мен 13 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Осында келіп жіберіп, бір қайнағамыз өмір сүрді. Қаржаумада Әрбай деген. Әрбай дейтін қайнағамыз болды. Жаңағы жарықтық тіпті жазылмады. Емнің барлық түрін қолданып, осы мезгілде келіп қайнағамыз мына Күшік Атаның басына келіп түнеп, содан жазылды деп айтып отыратын еді. Не болмаса ол кісінің біздің естігеніміз, ауызба-ауыз естігеніміз, осы маңда адам жерленген төбе көп, бірақ бірде-біреуінің басында өсіп тұрған жыңғыл жоқ. Тек қана Күшік Атамыздың басында өсіп тұр. Менің бала күнімнен ата-бабам көрсеткеннен бастап сол жаңағы ең басты белгісі жыңғыл деп айтатынды. Міне осындай қасиеттері болған адам екен. Ал енді ағайын, мынау Күшік Атамыз осы жерде жатыр дедік. Енді екінші ұлы Қосбармақ, мынау ақсақалдардың айтуы бойынша, бұл өзі Сегізбай Атаның алғашқы Маңғыстауға барған жері мынау Күркірөкте жатыр деп айтады. Енді ұрпақтың басты міндеті ата-бабасының басына белгі тұрғызу, осындай келіп Құран бағыштау. Сондықтан мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Мен енді атым Сүндет, бұрауым Есенқұл Беріш, Есенқұлдың өтегені. Осы жерде 59-да көшіп келдік. Әкеміз малменен. Содан бері осы жердеміз. Күшік Атаны білеміз енді. Қауымын. Мына Маңғыстаудан ағайындар іздеп келіп, 2015 жылы күзінде көрсетіп, осы жерде кейін апай болып тұр, үлкен кісі. Бәріміз бірге болдық. Енді атаның шапағаты бар. Біздің мына балам ауырып, соған көмегі тиді, осында түнетіп. Одан кейін де жаңа әкем барда, түйелер ботасын алмай қалған жағдайда атаның топырағын алып келіп, қайтадан орнына алып келеді. Жаңа түйе саудырады сол кезде енді. Мына ботасын алады. Сондай қасиеттері бар Күшік Атаның. Мынау енді ағайындар, Маңғыстаудан, Құлсардан, Мақаттан, жан-жақтан келіп, бүгін енді ас беріп жатсыздар. Шапағаты тисін сіздерге, ұрпақтарына, кейінгі ағайындарға дегім келеді. Ал мен енді өзімді таныстырып өтейін. Мен мына Сармайшағыл елді мекенінде тұрамын. Руым Есенқұл Беріш, мына Сүндет деген кісінің баласымын. 1970 жылы туған, атым Алпысбай. Мен туып өскен жерім осы Сармайшағыл, есімді білгелі осы Күшік Әулие ата бар екен білем. Кішкентай кезімде бір 5 жасымда аталарым бір ауырып, мен ұйқыдан тұрып кететін болып. Әкемнің әкесі Жалғас деген кісі, оның құрдасы Камал деген атамыз болды. Сол кісі екеуі келіп атарбамен осы Күшік Әулие атамызға түнетіп, сол кісінің шапағаты дейді, осы жерден тәуір болдым. Сол есімде қалғаны, сол әкеліп түнеткенде осы басында жыңғыл бар. Одан кейін енді түрлі уақыттар өтіп жатыр, мына жер өртеніп кетіп жатыр. Сол уақытта да өртенбей осы қалпында тұр ғой енді. Бұдан да үлкендеу болды айтып. Мен айтамын енді, сіздер
қадамдарың құтты болсын, енді аталарыңызға келіп жатсыздар. Сауапқа жазсын. Әйтеуір бұлай өткенде осы атаға келіп сыйынып, бетіміз сипап, ақтығымызды байлап, мына жерде мына белгісі құлап қалған екен былтыр күзде. Соны қайтадан барымша қағып, ана покрышканы байлап қойған мен, бір мешек байлап тұсына. Енді үлкендердің айтуы бойынша көре қалдық қой, бұрында да ауылда әжелеріміз болды, жаңағы түйе сауғызбағанда, осы туған уақыттарда сол топырағын алып келіп, мотоциклмен келіп алып кетіп жүрдік, қайтадан апаға келіп тастаймыз. Осының енді осындай шапағатшы емдік қасиеті бар деп естиміз. Ал енді бүгін Алланың бір сәтін салған күні, 7 мамыр отан қорғаушылар күнінде бір шеті Маңғыстаудан Адай Бәйімбет ұрпақтары, Сегізбай бабаның ұрпақтары, нағашыларымыз қош келіп жатырсыздар. Осы біздің Атырау өңіріне, Тайсойған құмына осы қауым болып, ауыл болсан қауым бол дейді, бірігіп, осы ата-бабалардың басына дұға етіп жатқан зираттарыңызды қабыл етке жаратқан Алла. Амин. Енді әр кезде әркім өзіміз таныстыру біріншіден парыз ғой. Сіздердің бәріңізбен әлі де таныса жатармыз. Түгелде әлі ешкімнің атын естіп танысқан жоқпыз ғой әлі де. Кейбір бұрыннан көрген адамдар болмаса, енді бұрын аз кем осыдан 20 ай бұрын, 2 жыл бұрын осы орынбасар нағашымызбен, Әділбек нағашыларымызбен танысып едік қой. 2 жыл бұрын осы жерде белгі қойған кезде Ержігіт Күшік атамыздың. Өзімізге келетін болсақ, енді еліміз Беріш, шыққан тегіміз Беріш, Қаратоқай, Бөкен, Өтеғұл дейтін бөлімі боламыз. Енді Беріш дейтін руды өздері бәріңіз білесіздер. Соның ішінде енді осы Атырау өңірін жайлаған, бүтін Жайықтың бойын, сонау Сарыарқаға дейін, Арал теңізін жайлаған, мына жағы енді Египетке дейін барған ғой, білесіздер ғой. Сол Беріштің ұрпағымыз, бізден шыққан білесіздер, енді мына жеткізген ағамыз білетін шығар, Мұрат Мөңкілі, Ығылман Жүрекұлы дейтін ақындар шыққан бізден Беріштен, Қаратоқайдан. Сол кісінің енді Мұрат Мөңкілі Сарыарқа дейтін жырын білесіздер ғой, бірсыпыраларыңыз білетін шығарсыздар. Біз көштік Сарыарқадан бермен асып, көлденең сағызбенен жемді басып, ат мініп, киім киіп, тұқым алдық сүйектес, жақын жұрт деп араласып деп, адайларға бір нағашы, Мұрат Мөңкілінде нағашы адай болған ғой, біздің атамыз. Еледік жетіп ауылы Беріш деген аузымнан сөз шықпайды келіспеген ақтылы ғой, қылаң жылқы қып-қызылнар, тең түсті төрттілік мал тегістелген. Тайсойған жайық қой өскен жерім, кір жуып кіндігімді кескен жерім, құрымен жағаласып бірге жатып, жартығыр татулыққа жескен жерім, Тайсойған ойыл-қиыл дендеріміз, Қарабау мекен еткен жерлеріміз, жайық пен Қарабаудың тең ортасы тепсенге мал жайлар кең жеріміз, нарғартып, толы саба кілем жауып, жиын той қызық еді көргеніміз, ат мініп, арғымақтан бүгілдіріп, бір өзді байылында өрнегіміз, кең маңдай кебеже қарын игі жақсы, бар еді артық туған бегілеріміз, туыстап қараңғыда жау жайпаған көбеді аруақты ерлеріміз, сағызды топырақ шашты баса жайлап, күздіктен қайтушы еді елдеріміз, адыра мал кеткен соң есіз қалды қазғонған баттауықты көлдеріміз. Бар еді тәуір қоныс Тайсойғандай, ақ шөбі семіртеді жайған малдай, шақырып бірін-бірі бие сойып, ақсақал тарқаушы еді жандаралдай, дүйсемен тоқпақ жайлайды жездібайды, төрттілік айналасы малға жайлы, Тайсойып, екі кісіге талай берген сараң деп кетуші едік Мәтешбайды деп өзінің туған жерін, бүтін Беріштерін, жерінің дарқандығын жарлаған екен Мұрат Мөңкілі атамыз. Ал сол кісілердің ұрпағымыз енді осы Тайсойған өңірін азген мәлімет беріп жатқан ғой, осы қаншама жер жайлап жатыр. Жаңағы батырлармен қарайлас, сол ғасырларда, 18 ғасырларда өмір сүрген деп жазылған мына күшік аталарымыз да сол кезде күресіп, жаңағы ерлікпенен. Оның сыртында жаңағы қасиеттерін айтып жатсыздар, емшілік қасиеттерін. Енді біздер енді ол жастау болдық, әкеміздің айтуы бойынша сол айту әдегенде осы жаққа келгенде, 47 жылдары келгенде жергілікті кісілер күшік атаны жаңағы осы адайдың тіпті күшік әулие деп те атайды екен осы жерді. Әкеміз солай айтып кетті бізге, адай деп естідік деп. Біздің білетіміз, естігеніміз сол күшік ата жөнінде мәліметіміз. Біздер күні кеше туған балалармыз ғой.
Ал, ардақты ағайын, ал. Қош көріппіз бүгін міне Алла сәтін салып, міне ағайындар болып, міне атамыздың басына келіп, зират қылып атқан ниетіміз бар ғой енді мына енді жақсы нәрсе, жақсы адамның жақсылығынан иманы тасысын дейді. Атамыздың емшілік қасиеті бар екен, бұрыннан білеміз. Сол емшілік қасиетінен бір азғантай өзіміздің басымыздан өткен нелерді айтайық енді. Мына 2015-те осылайыққа ағайын тумамен осы атамыздың басына келдік, зират еттік. Содан мына ауылға кетіп баратқанда бір басынан шөп алып кетіп едік. Бір ем болсыншы деп. Осынан да енді естіп жатырық қой осы емшілік несін, қасиетін. Содан дүниеге қыз бала келді сол 2015-те. Нысаналы болды. Енді қалай деп болады? Енді мына адамның нәрестенің бетіне шыққан нәрсе жаман ғой. Адамға көрсете алмайсың мысалы. Содан енді қарамаған доғдыр жоқ оны. Ең соңында енді адамның несі таусылығында бірдемеге себепші болады ғой. Сол атамыздың басының шөуін алып күнде ұшықтаймын мына. Бар білгенім сол ғой, енді Аллаға сенесің бірінші сол енді. Елеп жебесін дегендей сол қызымыз 40-нан шықты, сол 40-нан шыққан күн таңертең келіп бетіне қараса, бетінде мана нәрсе жоқ. Із жоқ, із. Вообще тіпті өз бетіндейді. Содан енді жан-жақтан шулап бәрі келіп жатыр, атаның септігі тиген мынаған деп. Енді басында енді атамыздың басына келген шөп бар ғой. Сол енді бесіктің астында жатады. Соны ойлаймын, осы атамның септігі тиді осы балаға деп, шапағат тиді деп. Енді қазір соғыла Құдайға шүкір, баламыз жақсы. Жас жарымға келеді осы, Құдай қаласа. Екке келеді бейл. Шауып жүр, соған мен өзім риза болып, тағы да осы атам басына келіп кетейін деген ниетім ғой. Енді осы ағайыннан қалмай. Сол енді бір болған оқиға ғой, енді соңғы осы 2015-тегі. Сонда естіп жүрсін ағайын, басқа да ағайындар естісін деп жан жақтан. Осы қасиеті бар екен атамыздың. Ал рахмет, сол енді менің басымыздан өткен оқиға. Оның бір бұрмалап атқан ештеңеміз жоқ, бір артық мақтап атқанымыз жоқ. Болған оқиғаны айтып атымыз. Шипасы дейсің, нәрестен жазылып кетсін. Ол жазылып жақсы болды қазір енді. Оны қазір доғдырларда түсіне алмайды не екенін. Әрине. Бұл нысаналы нәрсе шығар дейді де қояды, болды. Ол неге де рентгенге де түсірді өздерінше. Енді былай тексергісі келді, оны тесеткен жоқпын ғой енді мен оны. Қайдан бересің өзі балаңды? Сол атаның шөбінің арқасында жазылды. Жақсы болған екен. Шипасы дейсің. Ол енді шыны керек 40-ын жасай алмайсың, 40-нан шығарған. Мен бетінде мынандай болып тұрған жұрттың бәрі не істейді ғой, үңіледі ғой анаған. Әрине. Сол енді ертең жасаймын деп отқан күнде кетіп тұр ғой түнде. Алла тағаланың құдіретінің күші. Алла тағаланың құдіреті осы. Бәрекелді. Солай ғой енді басқа мен медицинада ештеңе істемеймін. Айта алмаймын. Ол құдірет нәрсе, орны ізі қалмағасын, ол құдірет нәрсе деген сөз ол. Оны бүкіл ел мойындайды ғой, бірақ дәлелденілмейді ешкім. О заманда жаратылғаннан бері ол үлкен күштің, құдіреттің бар екенін ел біледі. Жаңғы біздің қазағымыз бүкіл ел мойындайды. Ал енді ағайындар, алыстан жақыннан жиналып жатқан бұл бастаманың басталғанына бірталай нәрсе болды. Бұл енді Маңғыстау өңірінен сіздерден басталды, сөздің шынына қалғанда. Бұл енді қазақ айтады ғой, өзі өл жемей тірі байымайды деп. Ата-бабаның солардан қалған ұрпақтардың, біздің артымызда өсіп жатқан ұрпақтардың болашақта қайдан шыққанымыз, кім екенімізді білу үшін істелген бастама. Қайырлы іс болсын деймін. Осыны ұйымдастырып жасап жүрген жігіттерге Алла нұрын жаусын. Кім болғанда да атамыз қазақпыз ғой енді. Сондықтан да осы
бастамаға естігеннен кейінгі біздердің өзіміздің арғы тегіміздің негізі адай екенімізді, бәйімбет екенімізді, онан Сегізбай тұқымынан тарағанымызды біздер білеміз. Білгенмен біздің өзіміздің арғы аталарымыздың өзі Маңғыстаудан шыққанмен бері қарай келіп, ары қарай кейін жете алмай қалған мезгілінде. Оған енді оның үкіметтің не істейді ме, басқа тейді ме, оған біздер ештеңе мәлімет айта алмаймыз. Бірақ айту үкіметтің себебі тигенін білеміз. Ары қарай біздің кәрі әкелеріміз ештеңеде әкелеріміз айтпай жатсаң кетті. Мен енді өзімді таныстыратын болсам, менің есімім Бақытжан, фамилиям Ниязбаев, Ақмырза ұлымын. Ал енді сол Сегізбайдың Қосбұрнақтан тарағанмын, Нұрабай дейтіннің тұқымымын. Нұрабайдың тұқымынан Маңғыстауда ешкім жоқ. Осы Жемсағыз Атырау облысында. Келуін бері қарай келеді. 26 жылдан кейін үкіметтен босағасын кейін қарап олай қарай көшпейді. О жақтағы бұрынғы үлкендердің айтуы бойынша заманынан қарай көтеріліс болған уақытта үкіметке қалай неткенде сендер осы жақта қалыңдар деген ауылда да келім болып жатқан жоқ деп. Совет үкіметіне келген мезгілде. Сонымен осы жақта қалып қойған. Біздер енді мен өзім шынын айтсам, сол жаңағы сіздер ұйымдастырылған Итолла атаның басына ас бергенде, естігенде мен өзім бардым. Ауылдан да бірталай кісілер барды, бірталай ағайындарға айтылды, бірақ әркімнің әртүрлі шаруасы болар, қатынасқандар болды. Енді онан сондай болса мен көп жігіт сіздермен, мына ағайлармен таныстым. Сөздің шыны, бір көрген біліс, екі көрген таныс. Сонан бері енді араласамыз, құраласамыз. Телефон қазір бұрынғыдай емес қой. Хат жазып 6 айда алып қуанып отыратын. Қазір 1-2 минутта өзі бір талай жерге аралап шығасың. Көзіңмен көрмегенмен соның қасында отырғандай болды. Сондықтан да осы мына бүгінгі күнде мен осы сіздерден, ағайындардан, Маңғыстаудан Сегізбай атаның бақаша жатқан естігенім жоқ еді. Қайда жатқан өзім ойланып жүретінен сұрайыншы, біреуде болмаса бірде деп. Бірақ енді кеше бардыңдар, басына бір мал сойып дұға бағыштадыңдар. Бәрі де енді оңынан болсын дегім келеді. Өлгенше қатысқым келді, сіздермен бірге болғым келді. Бірақ әр нәрсенің өзінің сәті бар ғой. Бұйрығы онақта болады. Сәті бүгін міне сіздерге Күшік атаның басына келіп, тура бірге келуге бұйырып тұрмаған. Сондықтан да енді басталған істің ар жағын жалғастыратын ұрпақ бар. Іс басталғасын аяқтау керек. Ол аяқталмайды ғой. Бірақ менің өзім бір ойым бар. Осының барлығына мысалыға Сегізбай атаның зиратынан су шайып кеткен деп отырық. Енді осы біздер енді Сегізбайдың ұрпағымыз деп бүкіл бәріміз айтып жүрік қой. Ар жағына бармағанда. Сондықтан да осы енді қалған Сегізбай атаның 2 баласы, 3 баласы былай айтқанда. Күшік, Қосбұрнақ, Құлшық. Осылардың басын, мысалға Күшік атамыздың қазір басында отырық. Бұл мына Қызылқоғанның Тайсойған дейтіннің құмының кіреберісінде міне отырған жеріміз. Осының басы бұрын қарайған, дүниеге үй болған. Ол біздер емес, біздің ар жағымызда енді ұрпақ бар, балдар бар өсіп жатқан. Олар мезгілсіз уақыт келуі мүмкін, мезгілсіз уақыт кетуі мүмкін. Барамыз деуі мүмкін, атаның басы көреміз деуі мүмкін. Келгенде бұл жақта кім оны ел бар, ел жоқ қой бұл жерде. Сондықтан қолдан келіп жатса алға қарай тағы да ұйымдастырып, ақылдасы осы ағайын болып, бір кішкентай ғана бір дүниеге үй салса, оның ішіне ыдыс-аяқ, керек заттың бәрі ол табылады. Қазір көп жетеді. Ол болу керек деп есептеймін. Алыстан, Маңғыстаудан болсын, басқа жақтан арнап келсе, басында айту отыны болса, несі болса, жататын жері болса, қыс бол, жазы бар. Менің айтайын дегенім сол енді. Қазірден бұрын көрмеген ағайындармен танысып жатырық қой. Біздер енді қуаныштымыз, бәрі ұзағынан болсын. Неде болса енді басталған іс аяқталмайды ғой. Біздің ұрпағымызға жетер. Жүрген жерде мен айтып жүрмін. Бәлен жерде бәлен бар, бәлен жігіттер бар, телефондары бар. Осы сіздер айтып жатсыңдар, өздерінің тұқымын берсін, несін берсін, ертең кіргіземіз деп. Мен соны айтудан келген емеспін. Бірақ барып жатқан ешқандай не жоқ. Айтылып жатқан. Қазақ айтады ғой, шақырғанға бар, шаққаннан қаш деп. Ертең осы 20-сында амандық болса, осы айдың, мамырдың ас берейін деп жатыр, күркіліктің басында деп айтып жатыр. Баратындарың болса, хабарласыңдар. Я жиналып барақ, я пойызбен барасыңдар ма деген әңгімені. Барлығына да енді
Алла сыйласын. Иә, барлығымызда табынатынымыз бір Алла ғой, жаратушы. Иә. Енді өл жүрмей тірі бармай дейді, бұлар да біздерді енді желіп жатсын деген білет. Кім болғанда жол жүрмейді, отырмайды. Иә, жортқанда жолдарыңыз болсын, қыдырата жолдастарыңыз болсын. Тек аманшылықта кездесейік. Мана айтылған, үйде айтылған нәрсе, сол мақатта тұрамыз, үй дейтін сол. Жол түссе балдарға өздерің бол. Иә, бір жұмыс сапармен келеме, келуге болады енді. Өзімді іздесе даласында болады ғой. Иә, аман болыңыздар енді. Иә, мына жігіттерге де рахмет, мына жиендерге, Сармайдағы. Қасында жүрген жолдастарға енді, бұлар осылардың барлығы бір ауылдікі ғой. Рахмет сендерге де. Иә, жақтарыңызды жамандық көрмеңдер. Көрінген бала шаған қызығын көріңдер. Өрістерің кеңейіп, жапырақтарың жайла берсін дегіміз келеді. Осы ағайындардың атынан, иә. Қазақ айтады, бір көрген біліс, екі көрген таныс деген. Жылқы кісінесе, адам сөйлесе деп. Иә. Ол енді бөтен адам жоқ бұл жерде, нағыз сұрай келсең. Ағайын тума болып шығасың. Мен бір балдызын тауып алдым, Сармайға апардым, алып келдім. Ал енді, аманшылықта кездесейік.